Біз тікелей эфирімізді одан әрмен жалғастырамыз. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы тоғызқұмалақтан халықаралық дәрежедегі спорт шебері Жанат Қаймолдин келіп отыр екен. Қош келдіңіз. Саламатсыз. Көңіл күйіңіз қалай жалпы? Өте керемет. Таңертеңнен бері сізге міне программаға барам деп асықтым негізі. Өзім туралы айтып кетсем, қазіргі кезде нөмір 3-ші балаларым жасөспірім спорт мектебінде жұмыс істеймін. Аға бапкер болып жастарды дайындаймын. Өзім үйренгеніме 22 жыл болды, 96 жылдан бастап. Сол спортқа келгеніме қалай болды? Ол есімде бар, 30 тамыз күні Конституция күніне арналған жарыс болды. Мен негізі Ақсу қаласының тумасымын. Сол жерде осы тоғызқұмалақты үйрендім. Сол 30 тамыз күні жарысқа барғанмын, негізі ағамен бірге Шашки набережный жақта. Сол жерде бір ағаны көрдік. Ол негізі сол спорт мектебінің мұғалімі. Есімі Петросян Арам Саркисович. Ұлты армян болғанымен біздің қазақтың төл өнеріміз тоғызқұмалақты үйреніп бізге үйретті. Олар негізі тоғызқұмалаққа тектес мангала ойындары бар. Сол мангала ойындарына Калах деген ойын бар, армян ұлттық ойындары. Оларда бірақ 6 отау бар. Бірақ оған Ерназаров Назар Николаевич деген адам сол тоғызқұмалақты үйретіп, сосын сол Арам ағайым бізге соны дәріптеді сол ойынды. Сол есімде бар, қала келген негізі 3 сыныптас досымыз болған. Мен, Жанат және Мейрам деген достарымыз қалалық ауруханасының қасында жиналып сағат 9-да сол Бригантина деген жерге балалардың жасөспірім спорт мектебі бұрын солай аталған, сол жерге бардық. Сол жерге келгенімізге 2 мұғалім болды. Есімде бар, есімдері Канаева Бақыт Шариповна деген, ол шахматтан сабақ берген, және Арам ағайымыз, ол Шашки және тоғызқұмалақтан сабақ берді. Енді біз Шашкиға келдік қой негізі. Сол Шашкиға барып, енді Шашки үйренгенімен ол айтты, Шашки үйренсеңдер, әрине сол тоғызқұмалақты ары қарай үйрену керексіңдер. Енді сол келдік, Шашки ойнап, бірінші дәреже орындадық Шашкиден. Одан кейін сол тоғызқұмалақты кіріп алып, сол жерде алдық тоғызқұмалақ екенінде. Сол 96 жылды бастадық, 97 жылы бірінші облыстық жарысқа бардық. Сол жерде Спартакиада школьников деген жарыс болды, облыстық жарыста. Сол жерде мен және ағам Ақсу қаласының намысын қорғап, 2-ші орын алып қалдық. Өзім сонда 2-ші сыныптамын. Сол шешуші ойында Павлодар қаласының 11-ші сыныптың баласымен ойнадым. Өзім ренжіп, ұтылып, мен очком решающий болып, ағам қой ренжіме, әлі жеңістердің алда болады. Сол жылдар сол өте берді. 97-98 жылдары сол 2-ші орын алып жүрдік облыстық жарыстарда. Одан кейін 2004 жылы біздің методист болған Бердалина Салтанат деген. Сол жер айтқан, міне қараша айында бізде жарыс болады, облыстық Қазақстан чемпионатын іріктеу. 16-18-20 жасқа. Сонда жасы мен 14-те. Сол Салтанатқа айтқан, апайға айтам, қой бармаймын. Шанс жоқ бәрібір, орын ала алмаймын. Өйткені облыста конкуренция мықты болды сол жылдары. Как раз біздің Павлодар облысын дүркіретіп жүрген Қазақстанда. Қой, адам көп, қарсылас көп, бармаймын. Жоқ, барасың деген. Сол бардым, сол жарысқа, облыстық жарысқа. Сол сонда 60 адамдай қатысқанбыз. Сол жүлделі 3-ші орын алдым. Сол 3-ші орын алғанымен Қазақстан чемпионатына жолдама алдым. Барғаныңыз жақсы болып тұр. Иә, өзім қуаныштым болдым. Сол сәуір айында Қазақстан чемпионатына барам, 2004 жылы. Сол кезде бас жаттықтырушымыз Арман Исатайұлы Қапаев маған осыны кеңес береді. Сен жүлдеге кіруің керексің чемпионатта. Мен қалай кіремін? Менде опыт жоқ, жаңа ғана бірінші республикалық жарысқа шығып, жоқ, сен алу керексің. Өйткені біздің облысымыз мықты деңгейде орын алу керексің. Енді 12 ойын өткіздім сол жерде, Ақтөбе қаласында. Сонда жасым 14-те 16 жасқа дейін ойнап жатырмын. Сол жерде бірінші орын алдым. Түгел қарсыластар, бапкерлері Шымкент қаласының, облысының, Қызылорда облысының бапкерлері айтады, анау 14-те емес, мен сақалым болған, мұртым болған сол кезде. Үлкен деп ойлаған басыңыз? Иә, үлкен деп. Жоқ, ол 14-те емес, 18-де жасы деп. Сонда
туу куәлігін көрсетіп, нотариустен қолхат алып көрсеттім, әйтеуір кіргізді. Сол жерде бірінші орын алдым. Одан кейін сол жылдан бастап ары қарай кете берді. Сол 2005 жылы тағы да 16 жасқа дейін енді біздің Павлодар қаласында өткен. Сол жерде тағы да бірінші орын алдым Қазақстан чемпионаты. Одан кейін 2006-та Қостанай қаласында жарыс болады. Сол чемпионат Қазақстан, сол жерде тағы да бірінші орын алдым 18 жасқа дейін. Сол келесі жылы 2006 жылы халық ойындары болады Қызылжар қаласының Петропавлда. Сол жерде спорт шеберін деген норматив орындаймын. Сол жерде бірінші орын алдым. Жалпы аға, осы тоғызқұмалақ деп жатырмыз, бұл енді қазақтың төл ойындарының бірі. Жалпы енді осы тоғызқұмалаққа қызығушылық қазіргі таңда қаншалықты дамуда? Бар ма қызығушылық? Әрине, қызығушылық бар, өйткені 2013 жылы есімде бар болса, біздің Павлодар қаласында екінші Азия чемпионаты өтті. Сосын тағы да 2 жылдан кейін Алматы қаласында Азия чемпионаты. Өйткені 2 жылда бір рет өтетін Азия чемпионаты бізде бар. Сосын осы жылы 2018 жылы Азия чемпионаты Моңғолия елінде болды, Баян-Өлгей елінде. 2017-де әлем чемпионаты болды. Сол жерге мысалы әлем чемпионаты 25 елінен басқа елден қатысқан адамдар келді мысалы. Ол біздің тоғызқұмалақтың дамымағандығына байланысты. Өйткені біздің қазір президентіміз Әлихан Мұхамедияұлы үлкен ықпал жасап жатыр. Әртүрлі семинарларға қатысамыз, мысалы келесі айда мысалы Алла жазса Латвия қаласына барып семинар өткіземіз өзіміз. Солай дамып жатыр дейсіз ғой? Иә, өйткені Қазақстанға негізі дейді смартфонда қазір приложение бар. Мастер тоғызқұмалақ біздің Павлодардың программисті Ернар Шамбаев енгізген. Көбінесе біз жаңалықтар біздің Павлодардан шығады ғой. Сосын программа жазды, тоғызқұмалақ, мастер тоғызқұмалақты спорт шебіне деңгейінде ойнайтын программа бар. Сосын игейм центр деген сайтында онлайн жүйеде тоғызқұмалақты ойнауға болады. Әрбір елдің ойыншылары кіріп ойнай алады. Жақсы, енді өзіңіз жастайыңыздан тоғызқұмалақпен ойнап келе жатырсыз, сайыстарға да қатысып жүрсіз, орындарды алып жүрсіз. Енді осы ретте әбден бір тоғызқұмалақтың қыр-сырын біліп меңгердіңіз деп айтсақ та болатын шығар. Әрине болады. Жақсы, енді өзіңіздің шәкірттеріңіз бар ма осы тоғызқұмалақ бойынша? Соған тоқталып өтсеңіз. Өзім 7 жылда бапкерлік жұмыспен айналысатым, нөмір 3 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде. Әрине, шәкірт дайындау өте қызық, өйткені жастайынан балалар кіреді, мысалы 6 жасында, мысалы қазір бала 19-да. Әке сияқты боласың ғой, жарыста, мысалы ай сайын жарысқа барасың, баламен көресің. Әртүрлі проблемалар болады, балалар айта береді, қалай өскенін қарайсың, мектепте қандай не жағдай болатынын түгелін айтып білесің балалар туралы. Енді 7 жыл олда ұзақты уақыт айта алмаймыз негізі. Аз да уақыт емес. Аз да уақыт емес, әрине. Азия чемпиондарын жаттықтырдық, Қазақстан чемпиондарын жаттықтырдық, призерлар болды, мысалы балалар. Көптеген жүлделер алды, бірақ әрине өзім айта алмаймын, нақты менің балам деп, мысалы. Біз балаларды, мысалы, біздің нөмір 3 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде біз балаларды бөлмейміз, мысалы, сен менікі, ол менікі деп. Ол түгел біздікі. Өйткені біз облыс үшін жұмыс істеп жатырмыз, біздің балалар үшін спорт мектебінің үшін, және облысқа балаларды дайындаймыз. Біздің өйткені намысымызды қорғап, қаланың, облысымыздың намысын қорғап. Біз балаларды ешқашан бөлмейміз. Жалпы қай жастың балалары көбінесе осындай енді тоғызқұмалаққа қызығушылық танытады? Көбінесе ата-аналар бастайды ғой, 6-7 жасында әкеледі балаларды. Математика, логика сізде мықты ғой. Балаларды үйретіп, тез-тез санауға үйретеді ғой, негізі тоғызқұмалақ. Негізі көбінесе кішкентай балаларға, 6-7 жастағы балаларға негізі көбінесе математика кетеді. Одан кейін 8-9-10 жаста мысалы логика кетеді. Одан кейін ары қарай кеткенде 12-13 одан кейін фантазия кетеді ғой. Жас мен. Иә, енді. Жақсы, енді өзім шыны керек тоғызқұмалақты білмейді екем. Жалпы қанша тас болады, сол туралы айтып өтіңізші. Таныстырып өтсеңіз құрбысымен. Негізі тоғызқұмалақ қазақтың ұлттық ойынымыз. Негізі қырғыздар шығады, оларда да осындай ойын бар дейді, тоғыз қорғау дейді. Олар біздікі дейді. Бірақ негізі ол дәлелген қазақтардікі, өйткені біздің ғылым зерттеушілер Қырғызстанға барып, кітапханаларына зерттеп, олар жазылған анда Қазақстанның ойын деп тоғызқұмалақ. Негізі ата-бабаларымыз ойнап жүрген ойын ғой негізі. Мысалы, мал баққанда не істейді? Күні бойы далада. Шұңқыр қазып, құмалақтарды алып ойнай берді. Негізі ойын өте көп айтады, қарапайым деп, бірақ негізі күрделі.
басынан ол әрине қарапайым болып көрінеді, негізі ол күрделі ойын. Шахматтан қиынырақ менің ойымша, өйткені өзім шахмат ойнаған бірінші дәрежеде мысалы алған. Негізі ол күрделілік менің ойымша мысалы. Өйткені мұнда 9-құмалақ ойында мысалы барлығы 162 құмалақ. 162 құмалақ. Ал неше бөлімге бөлініп тұр нәтиже? 9-құмалақ өзі айтылып тұр. 9. Мысалы менің жағымда 9 отау бар. Міне 1-ден бастап 9-ға дейін 9 отау. Және қарсыласта 1-ден бастап 9-ға дейін 9 отау бар. Барлығы 18 отау. Ортасында 2 қазан бар. Құмалақтарды жинайтын. Бергі жақ менікі, ол сіздікі. Өйткені мысалы сіз алып атқанда мысалы ойынды түсіндіріп берейін, қалай жүретін, сосын ары қарай түсіндіремін. Мысалы 162 құмалақ бар. Енді тені 81 дұрыс па? 81 ойын аяқталса тең болады. 82 біреу жинаса, онда біреу ұтар. Мұнда тез жинау емес, мысалы мұнда белгіленген 82 жинаса, ұтарсың. 82-ден көп болса жеңесіз. 81 ол тең ойын болады. Мысалы 100 қалай істенеді? Мысалы 100-ті мысалы мен бастайын. Мысалы мен өз жағымен ғана ойнаймын, сіз өз жағымен ғана жүре аласыз. Мысалы 2-ден аламын, екінші отаудан. Бір құмалақты қалдырамын. Келесі сан 2-ден кейін 3. Сағат тіліне қарсы жүріп жатырмыз. 2-ден алды, келесі сан 3. Сан өсіп жатыр. Одан кейін 4, 5, 6 бітпегенше шаршып жатырмыз. 7, 8, 9. Енді қарсыластың отауына түсеміз. 1-ге түсті. 1-де басында 9 болды. Енді 1-е түсті, 10 болды. 10 бізде қандай сан? Жұп па, тақ па? Жұп. Жұп болғанмен мен оны аламын. Жұп болса? Жұп болса алам. Аламда бергі жақ, міне. Мен өз қазанына салам. 10 құмалақ. Енді осындай әдіспен 82 құмалақ жинау керек. Енді ары қарай түсіндіріп берсең, мысалы сіз жүресіз, мысалы жүріп жатсыз. Бітпегенше. Соңғы құлады, мысалы 11 болды. 11 бізде тақсан, сіз ала алмайсыз. Енді ойында осындай бір қызық жағдай бар. Міне, тұздық деп аталады, негізі. Қазір оны түсіндіремін. Мысалы, қазір менің отауымда 2-де, мысалы, 2 құмалақ жатыр. Енді, мысалы, сіз жүргенімен, мысалы, жүріп жатсыз. Соңғысы 2-ге түсті, мысалы. Ішінде 3 құмалақ болды. Тақсан. Тақсан, бірақ оны бір рет ойында аласыз. Аласыз да өз қазанына саласыз, осындай бір белгі қоясыз. Қара құмалақтан басқасы, басқа зат үлгі зат саласыз. Мысалы, тұздық қоясыз. Ол не деген мағына білдіреді? Мысалы, басында 2 құмалақ болды ғой. Мысалы, 2 жас бір-бірін кездеседі. Ер жігіт, қыз бала. Сосын 3 болғанда бала туады. Оны тұздық қояды, тұзды үй дейді. Осындай белгі қояды. Қандай мағынаны білдіреді? Көп білмейді еткені. Тұздық алайды, қандай мағынаны білдіреді? Ал сұрақ, егерде мысалға 2 тас болса, ол жұп сан болса, кез келген болса, алынады. Иә, 2, 4, 6. Тақсандар болса? Жұп сандар болса, ала бересіз. Мен мысалы жүрдім, ана ақ тастың қасында қара тасты қойдым. Мен былай суырып аламын ба екеуін? Міне, енді қазір түсіндірем. Мысалы, сіз жүріп жатсыз, иә, 1-ге түсті. Енді мұнда түскенде, сіз өзіне, кім тұздық қойды? Сіз қойдыңыз ғой, дұрыс па? Сонда мен бір құмалақты сізге салам, сосын ары қарай өз жолымен жүріп. Мына отауды сіз жаулап алдыңыз. Отау енді сіздікі. Сізде 9 отау бар, және тағы да біреу, онда 10 отау. Менде сонда 8. Сонда тұздықты сіз бір рет қана қоя аласыз. Мысалы, 2-де қойдыңыз. Болды, 2-де. Болды. Мен де бір рет мысалы қоя аламын. Мысалы, сізде 8-де 2 жатыр, мысалы, 6-мен жүріп, 8-ге түсемін, мысалы. 3 болады. Мен де тұздық қоямын, болды. Бір рет қойылды тұздық, одан әрі қарай қойылмайды тұздық. Және тұздықтар нөмір 9-шы отауларда мүлдем қойылмайды. Және аттас жерде. Мысалы, сіз 2-де қойсаңыз тұздықты, мен сізде 2-де тұздық қоя алмаймын. Керемет. Қымбатты көрермендер, біз тікелей эфирге қайтадан оралдық. Ал дәл қазір Бекбол 9 құмалақ ойнаймын деп отыр. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Сәттілік деймін. Ал кеттік. 9 құмалақ. Жалпы жаңа түсіндіріп өттіңіз. Мен басайын ба? Иә. Аласыз, біреуін қалдырасыз. Сағат тіліне қарсы жүресіз. Мысалы, 2-ден алдыңыз, келесіден мысалы 3. Бір-бірден шарша бересіз, бітпеген.
10. Соңғысы қалады 10. Бізде жұпсан болғанымен ала алады. Оны алып өз қазанына салады. Осындай тәсілмен 82 құмалақ жинау керек. 82 құмалақ. Мысалы мен 9-дан алып, біреуін қалдырам, сағат тіліне қарсы жүрем. Енді Бекболаттың жағына өтем, 1-ге салам, 2-ге, 3-ге, 4-ге, бітпегенше. 8-ге түсті, 11 болды. 11 бізде тақсан, мен оны ала алмайым. Жүріс кезек Бекболат сағады. Керемет. Тақсандарды ала алмайым. Тақсандарды. Сонда жұпсандарды алып, қазандыққа саламыз, ал тақсандарды алып сол жерде қалады. Ол жұпсанға егер айналған жағдайда ғана алуға болады. Иә. Жақсы. Өзінде ғана алады, мысалы. Түсінікті. Осылай. Бір-біріне ала. Бұл енді 10 болды, 10 болды. Тағы да жұпсан, тағы да алып Бекболат. Жалпы осы ойын қанша минутқа созылады? Тәжірибелі. Негізі ойын Блиц деген бөлінетін номинациясына 7 минутта әрбір ойыншы, мысалы сізге 7 минут, маған 7 минут, 15 минут. Рапид деген бар, 20 минуттан, общем 40 минут, және 1,5 сағат береді бір ойыншыға. Онда 3 сағат бір ойын, әлем чемпионатында жолдама алу үшін Қазақстан Республикасында іріктеуде әрбір ойыншыға 2 сағаттан береді. Сонда бір ойын 4 сағат өтеді. Бір ойын 4 сағат. Күніне 2 ойын, сонда күніне 8 сағат тақтада отырамыз. Сонда әр ойынның жаңа өзіңіз айтып өткенде құрылысы бар болып тұр ғой, сонда әр дәрежесі бар. Иә, дәрежесі бар. Соған тоқталып өтіңізші, ол қандай дәреже? Мысалы, Блиц ол әрбір ойыншыға 7 минуттан береді. Ол тезірек санау керек, шапшаң шашуы керек, мысалы 7 минут. 20 минут әрине ол негізі жетеді, негізі. Егер ойыншы өте ұқыпты, сабырлы болса, 20 минут негізі жету керек. Ал 1,5 сағат ол асықпай отырасың, ойланып, әрбір варианттарды санап, мысалы. Ал әлем чемпионатында 2 сағаттан беріледі деп отырсыз? Әлем чемпионатында 2 сағаттан беріледі. Жолдама алу үшін Қазақстан чемпионатына іріктеу. Бізде іріктеу болады. Қазақстан чемпионаты сол жерде әрбір ойыншыға 2 сағаттан беріледі. Жалпы өзіңіздің басыңызда ең ұзақ бір ойын өткізгеніңіз болды ма? 3 сағат, 4 сағат. Иә, ол негізі әрбір жарыста сол өтеді, менікі негізі. Өзім көп ойланам негізі, және қарсыластарым да бар, осал емес, оларда ұту үшін әрине ойланады. Жалпы сіз бұл ойынға дайындалған кезде тактика құрасыз ба? Тактика болады ма бұл жерде? Әрине болады. Мысалы, әрбір ойыншымен әртүрлі тактиканы қолдану. Мысалы, оны танисың, ойындарын білесің. Мысалы, шабуылда жақсы ойнайды. Оған шабуылдауға бермеу керек. Мысалы, тең ойын, мысалы, тұздықты алмастырып, 5 пен 6 тепе-тең тұздықтарын беріп, мысалы, ойнай алмайды, мысалы, жүрістіктері санап. Мысалы, қорғанса жақсы оған, оны да ойынға шығарасың, мысалы, тұздықтарды размен істеп, мысалы, 5 пен 6, 6 мен 7. Егер қорғанысы мықты болса, сол тактикалармен ойнаймыз әрбір ойыншыға. Өйткені біз әрбір облыстарын білеміз, мысалы, әрбір облыстар әртүрлі ойнайды. Мысалы, қорғаныстар мықты, шабуылдар мықты, тактикалар мықты, мысалы, тұзықтарды айырбастап 5 пен 6 жақсы ойнайды. Біздің облыстың жалпы тактикасы қандай? Шабуыл ма, қорғаныс па? Енді ол әрбір ойыншыға байланысты, әрбір, мысалы, характерді ғой, әрбір ойыншыда әртүрлі. Мысалы, қыз бала болса, көбінесе қорғану жақсы көреді, мысалы, әлде тұзықтарды айырбастап ойналағылар келеді. Олар негізі көбіне шабуылдағы жақсы көреді. Жақсы, енді осы біздің Павлодар өңірі бойынша қанша тоғызқұмалақшы бар? Мысалы, біздің спорт мектепті алсақ, мысалы, бізде 300 адамдай бар шұғылданатын балалар саны. Павлодар өңірі бойынша? Жоқ, біздің балалар мен жасөспірім спорт мектебінде. Спорт мектебінде 300. Ал негізі жалпылай? Жалпылай, мысалы, жарысты алсақ, мысалы, бір жарысты ғана. Мысалы, міне, бізде 8-9 қараша күндер Сарыарқа салмағы газетінің жүлдесіне арналған жарыс болады. Сол жерге, мысалы, 400 адамдай қатысатын деп болжам бар бізде, мысалы. Бір жарысқа. Ең көп жарыс жинайтын негізі республика бойынша да 400, мысалы, адам. Жалпы сіз өзіңіз қандай тактика қолданасыз? Ойын тактика, мысалы, көбінесе шабуылдағым жақсы көреді. Бірден шабуыл жасайын дейсіз ғой? Иә, енді. Жалпы осы алдағы уақытта тағы бір жарыстар бар ма? Ірі. Иә, алдағы жоспарлар деп айтайықшы, жалпы. Өзіңіздің болсын, дайындап жатқан оқушыларыңыздың болсын. Енді жуырда міне өткен Қазақстан чемпионаты өтті біздің Павлодар қаласында. Рапид және Блиц номинациялар бойынша, мысалы, Рапид бойынша бірінші орын алдым Қазақстан чемпионатына, әлем чемпионатына жолдама алдым Турция қаласында, Алла бұйыртса сәуір айында. Жақсы, аға, онда сізге сәттілік тілейміз. Сол Түркияда өтетін жарыстан жүлделі орынмен елімізге оралыңыз. Әмин.
Бізге таңғы уақытыңызды бөліп, студиямыздың қонағы болғаныңызға көптен көп рахмет. Бізде уақыт шектеулі. Әрдайым биік белестерді бағындыра беріңіз. Сізге тек қана жеңіс тілейміз, талай белестерді бағындырасыз деген ойдамыз. Сізге сенеміз енді. Әмин.